Сәлеметсіздер ме қыздар? Бүгін біз қуырдақ жасаймыз. Ең алдымен бізге ет керек, картошка керек, сәбіз, пияз керек. Біз қазанға кішкене сұйық майды қосамыз да баяу отта, бірден сразу баяу отта жасаймыз. Бірінші етті төсеміз. Менде просто еті майсыз болды да, аз майлы болды, сондықтан ет салдым, одан кейін кішкене тұздадым. Менің тұзым кішкене көп болып кетті, мұқият болыңыздар. Пияз саламыз, үстінен сәбіз саламыз, одан кейін картошка саламыз. Пока әлі мен отқа қойған жоқпын, бәрін салып алам, тұздап алам. Одан кейін кішкене перец салсам, морозилктегі алған перецтерін салып қойдым. Кішкене ғана и капустамен жаптым үстін. Капустамен жапқан соң онда кішкене тұздап жібереміз да, сразу баяу отта газға қойып қоямыз. Мен 1,5 сағат 40 минуттай пісірдім. Осылай дайын болып шықты, ас болсын.